Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін сүтті коржиктарын жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Піскен күйінде балдарыңыз тауысып жеп қоятын болады. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қантқа үстінен ыстық сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен қантты жақсылап ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң таза ыдысымызға бір жұмыртқа, оның үстінен бөлме температурасындағы сармайымызды салып, венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығы бөлме температурасында болуы керек. Жақсылап араластырып болған соң, жаңағы еріген қант пен сүтімізді үстінен жақсылап құямыз барлығын. Содан соң тағы да бір жақсылап араластырып жібереміз. Оның үстінен 1,5 шай қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель қосатын боламыз. Және де ұнды алдын ала міндетті түрде ұн илегішпен өткізіп дайындап қойыңыздар. Еленген ұнмен жасаған әрбір тағамдарыңыз өте жақсы болып шығады. Ұнымызды өлшеп, елеп алдым. Барлығын үстінен салып, бірінші лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен қамырды илеп біріктіретін боламыз. Қамыр кішкене жабысқақтау болып жатса, үстінен ұн салып, қолыңызбен жақсылап илесеңіздер болады. Бізде кішкене жұмсақтау, қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр болуы керек. Шамамен 300 немесе 350 грамм шамасында ұн саласыздар. Одан артық ұн салып қажет емес. Міне барлық қамырымызды осылай біріктірдік. Өте жұмсақ. Осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді оны пакетке салып, қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Өйткені жұмсақ қамырмен жұмыс жасау кішкене қиындау болады. Кішкене мұздай жаюға ыңғайлы болу үшін 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін кішкене ұн сеуіп, орташа етіп жаятын боламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып жібермеңіздер. Міне осындай қалыңдықтай етіп жайып шығамыз. Және де кез келген дөңгелек формамен осылай кесіп шықсаңыздар болады. Дөңгелек форма болмаса, стақанмен, кез келген дүниемен кесіп аласыздар. Және де артық қамырын алып, тағы да жайып дөңгелек формада жасасаңыздар болады. Міне артық қамырлардың барлығын аламыз. Және де противенімізге пергамент бумагасын төсеп, үстіне барлығын орналастырып шығамыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міне барлығын біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Балалар өте сүйіп жейді. Балдарыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Міне қалған қамырларды дәл осылай дөңгелектеп, тағы жайып, кесіп қойып қойсаңыздар болады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қолдау ретінде лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын орналастырып болдық. Енді коржиктардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де қалауыңыз бойынша үстіне осындай шанышқының көмегімен сурет сызсаңыздар да болады. Немесе жай ғана осылай духовкаға салып пісіріп аласыздар. Мен кішкене әдемі болу үшін осылай шанышқымен осындай формалар жасап жібердім. Енді қызып тұрған пешімізге 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіріп алыңыздар, пешіңіздің ыңғайына байланысты. Міне біздің коржиктарымыз пісіп шықты. Өте жұп-жұмсақ болды. Бізде ыстық күйінде желініп кетті. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Сіздердің балаларыңызға ұнайды. Және де жиі жасайтын боласыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.